Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге сүт және талқан қосылған пирожныйдың рецептін бөлісетін болам. Өте дәмді болып шықты. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші сүтімізді ысытып, бір ыдысқа құйып, сөгімізді салып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Келесі жаңа ыдысқа талқанымызды саламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Және де мен бір қасық бал салдым. Бал салу міндетті емес. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді ыдысымызға салып жайып аламыз. Мен толық жайған жоқпын. Қантке салып қоямыз. Қантын шығарғаннан кейін тағы да жақсылап формасын келтіріп аламын. Енді ыдысымызға қаймақ, үстіне крахмал және қантымызды, сосын 2 жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін жаңағы жібітіп қойған сөгімізді үстіне саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ханиттегі формамызды аламыз. Осылай барлығын жақсылап тегістеп алдым. Енді үстіне құя берсек болады. Пирожныйымыз дайын болды. Енді пешімізді алдын ала қыздырып алып, 170-180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Пирожныйымызды әбден суытқаннан кейін аламыз. Осылай жан жақтарын пышақпен босатып аламыз. Міне біздің пирожныйымыз дастарханға ұсынуға дайын. Әбден суығаннан кейін кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Пирожныйымыздың арасы біріккен, өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сүт және талқан қосылған пирожныйдың дәмі өте бөлек әрі дәмді болып шығады екен. Сіздерде бұл рецепт ұнайтынына мен сенімдімін. Және де видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.